Бүгінге шейін көптеген ірі инвестициялық жобалар, қуатты өңірлер, ел дамуының драйвері, жайлы мектеп, инженерлік, көліктік және әлеуметтік инфрақұрылымдар мен басқа да жобалар дамыту мемлекеттік бюджеттен ұлттық қордан 3 триллион теңгеден астам сомаға қаржыландырылып отыр. Соңғы 3 жылда әртүрлі жобаларға мемлекеттің кепілдігімен тартылған несие 2,2 триллион теңгені, ал үкіметтің алған қарзы 1,8 триллион теңгені құрады. Бұл инвестициялық жобаларға бөлінген ақшаның негізгі бөлігі екінші деңгейдегі жекеменшік банктерге орналастырылған. Сонымен қатар 2022 жылғы 30 қыркүйектегі жағдай бойынша самұрық қазына қорының жекеменшік банктерде орналастырылған қаржы активтері мен ақшасы 5,9 триллион теңгені құрады. Яғни мемлекетте қаржының көбі жекеменшік банктер арқылы айналымға жіберілген. Мысалы, жоғарыда айтылған қаржылардың 1 триллион теңгесін бір жекеменшік банкке орналастырсақ, бұл банк жылына кемінде 150 миллиард теңге табыс табады екен. Енді есептеңіз, қанша мемлекет қаржысы мен үкімет алған қарыздар осы жекеменшік банктер арқылы өтті. Осындай оңай қаржылық схемалар арқылы пайда тапқан банкерлеріміз Forbes-тың тізімінен бір-ақ шықты. Ай сайын инвест кірістермен қызмет көрсетуден түсіп жатқан миллиардтар жекеменшік банктерді Қазақстан экономикасы дамытуға мүмкіндік беретін бизнес жобаларды қаржыландыруға ынталандырмайды. Өйткені олар басын ауыртып ойланбайды. Оп-оңай табыс келіп тұр. Бұлар әбден қаржылық монополист болып алған. Ақиқатына келгенде біз олигархтарды және олардың банктерін халықтың, мемлекеттің қаржысы есебінен қаржыландырып отырмыз және оны тексере де алмаймыз. Сонда үкімет, құзырлы органдар мен агенттіктер қайда қарап отыр? Әлде солармен бірге ме? Бір қызығы, жеке банктер сияқты қызмет көрсете алатын бірқатар мемлекеттік қаржы институттары елдегі ақша активтерін орналастырудан шеттетілген. Және олар үлкен қаржылық шығынға ұшырауда. Мемлекет оларды банкрот қылмас үшін қаржылай көмек жасап отыр. Осындай жағдай квазимемлекеттік ұлттық операторымыз Қазпошта акционерлік қоғамында орын алып отыр. Қолда бар ақпаратқа сәйкес, самұрық қазына 2022 жылы ғана Қазпоштаға әлеуметтік шиеленісті төмендету үшін ескірген көлік базасын жаңарту мен жалақыны индексациялауға шамамен 11 миллиард теңгені бағыттады. Соның өзіне Қазпошта өткен жылы 12,5 миллиард теңгеге шығынға ұшырап отыр. Бұл жағдайды қалай реттейміз? Шешім бар. Мысалы, жекеменшік банктерге орналастырылған самұрық қазына қорының 6 триллиондай қаржылық активтерінің 10% ғана Қазпоштаға орналастырылса, онда мемлекеттік компаниямыздың жылдық табысы шамамен 40 миллиард теңгені құрайды екен. Яғни Қазпошта донор компанияға айналады, бюджет үнемделеді, самұрық қазына дивиденд алып, ел қазынасына қаржы құяды. Мемлекет қаржысы жеке банктердің дивидендін көбейтуге жұмсалмайды. Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Кемелұлы өткен үкіметтің кеңейтілген отырысында үкімет бюджеттің тұрақты болуын қамтамасыз ету керек. Ұлттық қордың трансфертіне тәуелділіктен біртіндеп құтылуымыз қажет деді. Жаңа айтқан бір ғана шешім президент тапсырмасын нақты орындауға мүмкіндік береді. Тағы айта кететін жайт, мемлекеттік қаржы институттары арқылы өтетін қаржыларды парламентте, үкіметте толық бақылай алады. Аяғынан тұрған Қазпошта елге қандай пайда келеді? Қазіргі кезде Қазпошта 2000-нен астам ауылдарда қаржылық және логистикалық қызмет көрсететін бірде-бір, кей жерлерде жалғыз ұлттық оператор. Табысы бар Қазпошта халыққа заманауи цифрлық қызмет көрсетуді қолға алады, қызметшілердің жалақысын өсіреді, білікті кадрлар тартады, жаңа жұмыс орындары мен ғимараттар ашып, ауыл инфрақұрылымын дамытады. Қазпошта көптеген ауылдардың даму нүктесіне айналып, оларға жан бітіреді, тұрақтылықты қамтамасыз етеді. Бұдан ауылда халықты ұтады. Мемлекет мүддесіне сай қаржылық саясат жүргізу бірнеше проблеманы жояды және үкіметтің жұмысының да тиімділігін көрінеді. Нәтижелерін халық сезінетін болады. Жоғарыда айтылғандарды негізге ала отырып, бірінші, мемлекеттік компаниялардың қаржысын халыққа тиімді пайдалану жөнінде жан-жақты талдау жасалынып, тиісті шешімдер қабылдансын. Екінші, үкіметтің инвестициялық жобаларға алатын несиелері, қарыздары, оған бөлінетін бюджеттік қаражаттары мемлекеттік қаржы институттарына бірінші кезекте Қазпоштада орналастырсын. Үшінші, самұрық қазына қорының қаржылық активтерін кезең-кезеңмен мемлекеттік қаржы институттарына, оның ішінде Қазпоштаға орналастыру мәселесі қаралсын. Амандат партиясы фракциясы мүшелері Жаңбыршин, Мұсабаев, Сүлейменова.